Так, саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің бірінші сабаққа қош келдіңіздер. Бірден бастайық. Мен практиканы тоқталам көбінесе, теорияны бірге практикамен айта беремін, хорошо? Сондықтан жазып алып отырыңыздар. Қараңыздар, ең бірінші біз бүгін қандай тақырыпты талдаймыз? Бұл нормальный экг-ны талдаймыз. Потому что біз нормальный экг-ны білсек, ертең патология көргенде уже түсініп тұрамыз. Синусовой ритмнің критерияларын талдаймыз. Интервал санап үйренеміз, шиелердің өлшемін үйренеміз, ЧСС, ЭОСты үйренеміз. Хорошо? Дәптер алып жазып отырыңыздар. Сосын скринге түсіріп алыңыздар, қарап отырыңыздар для себя. Мида қалады. Так, қараңыздар. Бұл бізде нормальный экг. Негізі экг екі скоростьпен түсіріледі, ол 25, сосын 50. 50 мм секунд, 25 мм секунд. Оны қай жерден білеміз? Ол экг-ның сол жағында или төменінде жазылып тұрады негізі. Бірақ оны ажыратуға да болады. Егер интервалдардың мына РР аралығы алшақ болса, осындай көзге бір қарағанда, онда приблизительно 50 деп ойлайсыздар, хорошо? Ал егер РР аралығы жақын болса, онда көбінесе бұл 25-ке түсірілген экг. Мынау мысалға 50-ге түсірілген. Широкий такой, ұзынша келген экг снимок. Бұны байқағаны поликлиникада түсіреді, 50 мен көбінесе 25 пен стационарда түсіреді. Хорошо? Ну, где-то әртүрлі, әр жерде әртүрлі, мынау енді амбулаторная түсірген экг-лар. Қараңыздар, ең біріншіден экг-да нені білу керек? Бұл экг ең біріншіден мен методикамда не көріп тұрмыз, соны түсіндіргім келіп тұр, хорошо? Басынан бастап не көріп тұрмыз? Ең бірінші мен мынандай римский цифрлар көріп тұрмын, хорошо? 1, 2, 3, АВР, АВЛ, АВФ. Бұл нәрселер не? Соны талдайық, давайте. Кез келген экг-ны алған кезде осы нәрселерді көреміз. Бұларды біз білу керекпіз, не нәрсе екен. Хорошо? Сол кезде бізге оңай болады ары қарай түсіну. Ол үшін мен жүректі салып көрсеттім. Міне жүрек. Бұны жүрек деп ойлаңыздар. Мынау сол жағы неміз. Так, сіздер осыны көшіріп алыңыздар, полный көшіріп алыңыздар. Қараңыздар, мынау сол жақ жүрекше, СЖ деп қоямын. Мынау сол жақ қарынша, мынау оң жақ жүрекше, мынау оң жақ қарынша. Хорошо? Төменде екі қарынша, жоғарыда екі жүрекше. Бұларды білесіздер деп ойлаймын, сонда да для наглядности салдым. Қараңыздар, бірінші жүректің өткізгіштік жолын түсіндіргім келіп тұр. Бізде жүректе өткізгіштік жол бар. Сол өткізгіштік жол арқылы импульсы өтеді. Оң жақ жүрекшенің жоғарында синусовой түйін бар. Не синусовой түйін? Бұл синусовой түйін водитель ритма, импульсті создавать ететін, жүректі соқтыратын осы синусовой түйін, естеріңізде болсын. Частотасы 60 пен 90. 60 пен 90 арасында импульс бөледі синусовой түйін. Синусовой түйін импульс бөлгеннен кейін бірінші жүрекшелер жиырылады. Венкебах деген бар, мынандай тарамдар, жолдары. Бірінші жүрекше жиылды. Жүрекше жиылып болған соң импульс АВ түйінге барады. Немесе оны атривентикулярный узел деп айтады. АВ түйін импульсты гиске жібереді. Гис будасына. Гис будасынан оң жаққа қарай бір аяқша, сол жаққа қарай екі аяқша шығады, естеріңізде болсын. Потому что сол жақ более мощный болып келеді. Жазып алыңыздар, осыны полный. Егер түсініксіз болса, артқа қойып тағы бір тыңдаңыздар. Мен барынша жай айтып жатырмын, хорошо? Оң жаққа бір аяғы кетеді, сол жаққа екі аяғы кетеді. Енді қараңыздар, мына жер түсінікті деп ойлаймын. Өткізгіштік жол. Енді бізде экг-ны білесіздер ғой. экг біз электрод қоямыз ғой. Қолға қоямыз, бірінші қызыл қоямыз, электрод сары қоямыз, аяққа жасыл, қара қоямыз. Бұл деген осындай электрод ретінде көрінеді. Оны қойғаннан кейін ол электрод жүректе жан-жағына қарайды. Хорошо? Қарапайым тілде. Стандартное отведение деген термин бар. Негізі отведение екіге бөлінеді. Стандартное отведение СО деп қоямын, сіздер полный жазыңыздар. Стандартное отведение оған жатады 1, 2, 3. Осы үшеу стандартное отведениеге жатады бізде. Усиленное отведение деген бар. Усиленное отведение оған жатады АВЛ,
L деп қоямын, просто сіздер полный жазыңыздар. AVR, сосын AVF. Осы үшеу усиленное отведение. Усиленное отведение аты айтып тұр, ол жерде біз более жақсырақ көреміз. Хорошо? Изменение. Так, енді қараңыздар. Стандартное отведение ол не? 1, міне 2, екінші стандартное отведение, сосын 3. Бұл үшеуі стандартное отведение. Усиленный AVL, AVF, AVR. Жүректі жан-жақтан қарап тұр. Қараңыздар. Бір жүректі горизонтальный қарап тұр, былай бөлген кезде. AVF сагитальный қарап тұр, былай, кәдімгі тіп-тіке, вертикальный деген ғой, вертикальный былай, тіп-тіке. AVR оң жақ жүрекшеден қарап тұр, төменге қарай, былай қарайды. AVL сол жақ жүрекшеден төменге қарайды, былай. 3 оң жақ қарыншадан жоғары қарай қарайды. Ну, қай жерде тұр, солай қарай береді, логично ғой. 2 міне сол жақ қарыншадан былай қарай қарайды. Хорошо? Былай жан-жақтан қарайды жүректі. Так, мына жерде түсінікті деп ойлаймын. Осыны жазып алыңыздар. Қайсысы стандарт, қайсысы усиление деп айтамыз, қайсысы қай жерде тұр. Мына жерде AVL тұр, мына жерде 1 тұр, мына жақта 2 тұр, мына жақта AVF тұр, мына жақта 3 тұр, мына жақта 3 тұр. Мына жақта AVR тұр. Келесі. Біздер әрбір ответениенің орналасқан жеріне байланысты оларды тағы да бөлеміз. Боковые отведения, біріншісі, боковые отведения жатады. 1 мен AVL. Неге? Потому что ол екеуі жүректі қапталынан қарап тұр, боқтан қарап тұр. Поэтому боковые отведения. 3 AVF 2 бұл нижние отведения, мына үшеуі. Потому что жүректі төменнен қарап тұр. AVR ол ешқандай жатпайды. Нижний боковой деп айтпаймыз. Бұл AVR бөлек өз алдына. Келесі. Переднее отведение. Переднее отведение жатады V1, V4. Хорошо? Неге V1, V4 передний? Потому что кеудеге тіке қоямыз ғой. V1-ді қоямыз, V2-ні қоямыз, V3, V4 қоямыз ғой. Сондықтан V1, V4 переднее отведение. Потом V5 пен V6 тоже боковойға кіріп кетеді. Осыны жаттап алыңыздар, жазып алыңыздар. Хорошо? Тез айтып отқан болсам, пауза қойып, қайтадан қараңыздар. Видео бар ғой сіздерде, қайталап қараңыздар. Боковое отведение 1 AVL, V5, V6, нижнее отведение 2, 3 AVF, переднее отведение V1, V4, AVR ол өз алдына бөлек отведение. Оны қазір маңыздылығын түсіндірем. Хорошо? Так, мына жерде түсінікті деп ойлаймын. Енді қайтадан ЭКГ-мізге қайта келейік. Қараңыздар. Міне, әрбір отведение өзінің қараған жағынан жүректі жан-жағынан көрсетіп тұр. Хорошо? Енді біз әрбір комплекске тоқталайық. Жалпы комплекстер тішілерге тоқталайық. Қараңыздар. Жалпы барлығын көбінесе 2-ден талдаған дұрыс. Ертең әртүрлі патологияны 2-ден жақсы көресіздер. Естеріңізде болсын. Ең бірінші изолиния көріп тұрмыз. Изолиния уақытында, изолиния ол сызық кәдімгі. Бұл уақытта жүректе ешқандай импульс жүрмейді. Бұл тыныштық уақыты, қарапайым тілде, хорошо? Келесі, изолиниядан жоғары қарап тұрса, біз оң мәнді деп айтамыз. Барлық, мысалы, изолиниядан жоғары қарап тұр деген сөз, мысалға, мына П тішесі изолиниядан жоғары кетіп тұр ғой, сондықтан бұл оң мәнді. Логически ғой? Изолиниядан төмен кетіп тұрса, мысалға, мына жерде төмен қарай кетіп тұр, сондықтан бұл теріс мәнді. Хорошо? Қараңыздар, изолиния кетті бірінші. Бұл кезде жүрек соқпайды. Одан кейін жүрек соқты уже. Синусоид түйін импульс бөлді. Жүрекшелер бірінші жиылды. Ол кезде П-ны көреміз. П болып тұр. П-ны көреміз. Келесі изолиния қайтадан. Келесі изолиния бұл синусоид түйіннен шығып жүрекше жиылды ғой. П уже жиылып болды ғой. Енді АВ-ға түседі ғой, АВ-ға. АВ-ға түскен кезде атревентикулярный түйін задержка жасайды, задержка. Сол үшін біз PQ интервалында изолиния көреміз. АВ түйін задержка жасайды, потому что жүрекшелер полностью қанды қарыншаларға жіберу үшін. Для полного заполнения желудочков, хорошо? Қарыншалар толықтай қанмен қамтамасыз етілу үшін импульсті АВ түйін ұстап тұрады былай. Сол кезде біз изолиния көреміз, PQ сегментін көреміз. Одан кейін ғана Q-ді көреміз, Q төменге қарай кеткен теріс мәнде. Көріп тұрмыздар ма? Кішкентай төменге қарай кеткен Q-ді көріп тұрмыз.
одан кейін r, оң мәнді r, сосын s, сосын s-ті. Мына жерде де s қатты дұрыс көрінбей тұр. Міне қараңыздар, мына жерде s бар деп уже ойша қарайсыздар. Міне r-ден кейін s, міне. Одан кейін s-ті сегменті, одан кейін t-шка. Т бұл бізде репарализация, яғни жүректің демалуы. Хорошо? Міне, в общем, былай айтқанда, міне мынау жүрек қой. Синусоид түйіннен шықты импульс, бірінші жүрекше жиылды, жүрекшенің жиылған П көрсетеді. П-ның бірінші жағы ол оң жақ жүрекше, потому что бірінші оң жақ жүрекше жиылады ғой. Екінші жағы, міне мына жағы ол сол жақ жүрекше. Потом изолиния, міне ол дегеніміз АВ түйінге барған кезде АВ түйін өзінде задержка жасайды кішкене. Мына қарыншалар полный қанға толу үшін. Потом гиске береді. Гистен төмен қарай перегородка жиылады ғой бірінші. Перегородка жиылғанда біз Q-ді көреміз. Потом базальды аймақтар жиырылады. Ойбай, базальды деп, негізгі аймақтар жиырылады. Негізгі қарыншалар жиырылады. Сол кезде R-ді көреміз. R поэтому высокий болады, оң мәнді. Қарыншалар жиылып тұрғандықтан. Одан кейін S-ті көреміз. S ол бізде көбінесе шеткі аймақтар, базальный отведение. Потом S-ті қайтадан сегмент изолинияға ораламыз, яғни жүрек қайтадан демалады. Т ол полный репарализация, жүрек полный демалады. Түсінікті ма? П дегеніміз жүрекше жиылды, Q дегеніміз перегородка жиылды, R дегеніміз жүректің основной қарыншалық массасы бар ғой, сол жиылды, S дегеніміз базальды аймақ жиылды. Хорошо. Тез айтып тұрған жоқпын ба? Тез айтып жүрдім ба? Просто жай айтып отырсам, ол да не то. Қараңыздар, міне бір комплекс, міне бір комплекс, одан кейін изолиния, одан кейін бір комплекс, одан кейін изолиния, бір комплекс, яғни әрбір комплекс кетіп жатыр. Міне кетіп жатыр. Барлығында комплекс оң болады, тек қана отрицательный болады, ол АВР-да. Міне, қараңыздар, АВР-да П отрицательный, R отрицательный, мына жерде отрицательный уақытта R деп айтпаймыз, бұны S деп айтамыз уже бірден. Яғни екінің теріс түрі былай, теріс қараған түрі ол АВР, естеріңізде болсын. АВР-да всегда теріс болып тұрады. Теріс болып тұруы АВР-да ол норма, естеріңізде болсын. АВР-да міне Т теріс болып тұр, міне П теріс болып тұр, R теріс болып тұр. Ал кәдімгі мынадағы теріс мәнді шешелер, мысалға Q мыняқта теріс қой нормада. АВР-да Q сәл көтеріліп тұрады. S тоже көтеріліп тұрады. Ну, типа керісінше тұрады ғой. Мыняқта мысалға Q теріс болып тұрса, теріс мәнді, мына жерде уже оң мәнді болып тұр. Бүйтіп бугарып болып жоғары қарай. Т теріс мәнді болып тұр міне мына жерде. Так, мына жақта түсінікті деп ойлаймын. Қараңыздар, міне П көрес Т, П көрес Т, осылай жүре береді. Келесі. Мына жерде түсінікті. Әрбір шешенің нені көрсететінін түсіндік. Енді біз прекардиальный отведениеге қарайық, хорошо? Кеуделік отведениеге қарайық сіздерге для наглядности. Міне В1, В6, бұл бізде кеуделік отведениелер. Кеуделік отведениенің өзінің бір ерекшелігі бар, қараңыздар. Әрбір бірінші, қараңыздар, міне П тұр, міне П тұр, одан кейін кеурес, одан кейін П, одан кейін кеурес. Енді қараңыздар, мына кеуделік отведениеда S пен R, R мен S өзіне тән өзгеріске ұшырайды, қараңыздар. Тек қана кеуделік отведение, мына В1 мен В6-ға қатысты айтып жатырмын, жазып алыңыздар. В1 мен В6-да бір заңдылық бар, соны білу керексіздер, хорошо? Практикалық маңызы бар бұның. Нормасын айтам қазір. Нормада қандай нәрсе көреміз? Мынау норма екіге естеріңізде болсын. Мынау норма. Қараңыздар, В1, В2, В3, В4, В5, В6. Бұл бізде кеуделік отведение. В1-ден В4-ке дейін передний отведение айтамыз, В5, В6 боковой отведение. Потому что В5, В6 қолтықтың астында тұр ғой. Ең бірінші қандай ерекшелік бар нормада? Нормада былай болу керек. R шешесі В1-ден В4-ке дейін үлкею керек нормада. Хорошо? Так. Мынау да патология екен. Мынау да патология. Пока. Мен сіздерге норма екіге тауып беремін қазір. Норма екіге талдайықшы. Сіздерге патология кетіп қалмасыншы.
Кәс. Прикардиальный движение талдап жатырық қой. Қазір бір минут. Так. Тек қана кеуделі жақты талдаймыз, хорошо? Кеуде аймақты. Қараңыздар, В5, В6-ға қарайық енді. Бұл кеуделік отведение деп айттым. R тішесінің өзіне тән өзгерісі болады кеуделік отведениеде. Қараңыздар. В1-ден В4-ке дейін R үлкейеді. Қараңыздар міне. В1-де кішкентай R болады. В2-де сәл үлкейеді. В3-те одан да қатты үлкейеді. Бойы өсе береді. Ең высокий R міне В4-те көреміз. В5, В6-да кішірейеді R, хорошо? Міне. Мен кезінде былай жазып алып едім, өзіме жаттап алу үшін. В1, В2, былай типа жоғары қарай кетіп жатады да, R деген. Ең максимальный высокий R В4-тен көреміз, одан кейін қайтадан түседі. В5 и В6. Хорошо? Самый маленький кейде бугорок сияқты болып тұрады. Мына жақта В1-де осындай кішкентай болып тұрады. В1-де кішкентай R, В2-де сәл өседі бойы, В3-те өседі бойы, В4-те самый высокий R міне, В5, В6-да кішірейеді, міне кішірейген. Хорошо? Түсінікті деп ойлаймын мына жер. Енді S-ті қараңыздар. S-ке тән өзінің бір ерекшелігі бар. S сәл басқаша. Самый терең S, самый глубокий S В1-ден көресіздер, хорошо? Сосын В2, В3 уже төмендейді S. Но мына жерде В2 мен В1 сәл айырмашылық бар. Мына жерде В2 тереңдеу қатты. Но қатты страшно емес. Потому что В1 мен В2-де самый глубокий S болады. Есіңізде болсын. Самый глубокий S болады. Ары қарай ол түсе береді. Болды. Мана андай емес. Бұда керісінше уже бірден төмендей береді. Қараңыздар. Міне, самый высокий R В1-де, мына жақта В2-де, ол дым болмайды. В2-де үлкен бола берсе, главное В3-те төмендеу керек. Міне В3 төмендеді. Міне В4 вообще төмендеді. Вообще кішкентай болып қалды. Міне В5 одан бетер кішірейді. S деген. И В6-да вообще кішкентай болып қалды. Кейде В6-да көрінбей қалады S. Хорошо? Осы закономерностьті осыны жаттап алыңыздар. Что R деген В4-ке дейін өседі, В5, В6-да кішірейді, ал S деген ең глубокий В1-де болады, ары қарай түсе береді. Болды. Осыны жаттап алыңыздар. Бұл ертең екінші сабақта сіздерге көмегі тиеді, хорошо? Мына жерде сіздерге для наглядности ғой, білесің деп. Так. Мына жерде түсіндіріп болдым. Енді қараңыздар. Енді біз ритмға келейік. Синусовой ритмнің ЭКГ критериялары бар өзіне, соны айтайын. Қарайық. Мынаны уже түсіндік. Не нәрсені көрсететін. Синусовой ритмнің бірінші критериясы. Норманы айтып жатырмын. Нормада біз синусовой ритм көреміз, хорошо? Жалпы синусовой ритм деп айту үшін былай жасау керек. Бірінші критерия. Міне, П тішесі кеуресінің алдында болу керек. Әрбір комплексте. Міне, П тішесі кеуресінің алдында тұр. Міне, П тішесі кеуресінің алдында тұр. Міне, П тішесі кеуресінің алдында тұр. Бірінші критерия орындалды. Түсінікті ма? П тішесі всегда кеуресінің алдында тұру керек. Міне. Келесі критерия. АВР-да П тішесі теріс болу керек. Міне. Теріс болып тұр. Міне теріс болып тұр. Міне теріс болып тұр. Тоже кеуресінің алдында болу керек. Міне. Теріс кеуресінің алдында. Теріс кеуресінің алдында. Бұл екінші критерия. Үшінші критерия. Екінші отведениедағы П-ның биіктігі, міне, биіктігі бірінші отведение қарағанда үлкен болу керек. Міне шынымен екіде П более высокий. Мынаған қарағанда. Мына жерде кішкентай көтеріліп тұр енді. Екінші отведениедағы П бірге қарағанда высокий болу керек. Бұл үшінші критерия. Міне. Үш критерияны айттыңыздар. Түсінікті ма?
Так, келесі критерия. П оң болу керек В2-ден В6-ға дейін. Хорошо? Болды. Осы төрт критерия бізде синусовой ритмді көрсетеді. Мен жалпы былай практикада бүйтемін. ЭКГ бірден аламын ғой. Мына П-ға қараймын. П кеуресінің алдында тұр ма? Болды уже. Синусовой ритм тез тез да тек. Тез тез қараймын осылай тез тез тек. Ертең опыт пайда болғанда өзі тез тез жасап бастайсыздар. Так. Енді келесі ол интервалды санап үйренейік. Жалпы біз санап үйрену керекпіз. П-ның ширинасын, R-дің биіктігін, S-тің тереңдігі деген секілді. Қазір түсіндіремін бәрін. Ол үшін біз қай миллиметр, қандай скоростьта ол қаншаға тең екенін біліп алу керекпіз. Хорошо? Ол үшін мынаны фотоға түсіріп алыңыздар или дәптерге жазып алыңыздар осыны интервалдарын уақыттар. Бұны фотоға түсіріп жазып алыңыздар. Біз жаңа 50 мына талдап жатқан экогімізде 50 мм секундқа түсірілген ғой. Сондықтан мына параметрлер жұмыс жасайды не? 50-ге түсірілген болса бір үлкен клетка 100 миллисекунд, немесе 0,1 секунд, ал бір маленький клетка ол 20 миллисекунд, немесе 0,02 миллисекунд. 0,02 секунд, хорошо? Қазір түсіндірем. Қараңыздар, мына ЭКГ снимок 50-ге түсірілген. Сондықтан мына бір үлкен клетка, мына бір большой клетка бізде 50-ге түсірілген ғой. Сондықтан бұл бізде 100 миллисекунд. Неге мен мына 200 деген? Неге 100 миллисекунд қана? Дұрыс қой, 100 миллисекунд. Бәсе? Дұрыс. Ой, дұрыс екен, бәрі дұрыс екен. Қателеспеген екен. Қараңыздар, 50-ге түсірілген болғандықтан мына бір үлкен клетка 100 миллисекунд немесе 0,1 секунд болып есептеледі. Хорошо? Бұны қазір түсіндірем, қалай қолданамыз бұны практикада. Ал осы бір үлкен клетканың ішінде 5 кішкентай клетка бар. Міне қараңыздар. Міне 1, міне 2, міне 3, міне 4, міне 5. Мына жақтан 5, астынан биіктігі де тоже 5. 1, 2, 3, 4, міне 5. Яғни 5 төменнен 5 жоғарыдан клетка бар. Түсінікті ма? Бір үлкен клетканың скорості, бір үлкен клетка ол бізде дұрыс қой скорості 100 миллисекунд, ал бір кішкентай клетка 50-ге түсірілген болса, бұл 20 миллисекунд или 0,02 секунд. Хорошо? Түсінікті ма? Бір үлкен клетка ол бізде 100-ге тең, ал сол бір үлкен клетканың ішіндегі бір кішкентай клетка, мынау бар ғой, кішкентай клетка ол бізде 20 миллисекунд, немесе 0,02 секунд. Мен әдейі миллисекунд деп санап үйреніп қалған ғой, солай оңай болады санасаңыздар. Қазір санап көрсетемін, сол кезде түсінесіздер менің ойымды. Мысалға, П шешесінің ширинасын санап үйренейік. Мынау 50-ге түсірілген. Міне П шешесі санайық. Міне бастайтын жері П-ның, міне П-ның аяқталатын жері. Міне бір клетка, 2 клетка, 3 клетка, 4 клетка, 4 клетка вроде. Енді біз 4 деп айтамыз мына жерге. П-ның ширинасын білу үшін 4 клетка ғой. 4-ті көбейтеміз. Бір клетка нешеге тең деп айттым жаңа? 20 миллисекунд. 20 миллисекундқа көбейткен оңайырақ болады. Хорошо? 4-ті көбейтем 20-ға, бұл бізде 100 миллисекунд. 80 деген ғой. Кешірім сұраймын, 80 миллисекунд. Немесе бұл 0,08 секунд. Хорошо? 80 миллисекунд етіп жаттап алған оңайырақ болады. П-ны санап үйрендік. Енді қараңыздар, П-ның нормада бізде нормасы бар ғой, П-ның ширинасының нормасы. 50-ге түсірілген болса, главный П бір үлкен клеткадан аспау керек, немесе скорості бойынша 120 миллиметр секундтан
аспау керек. Хорошо? Жаңа 80 болды ғой санағанда, сондықтан аспай тұр, бұл норма деген сөз. Хорошо? Егер 140 болған кезде уже патология болады еді былай санағанда. 140 болу үшін мына жерде 6 ма 7 ма клетка болу керек қой. Мынандай болу керек қой патоген. Ондай емес қой мына жерде. Так, п-ны санап үйрендік. Келесі бізде маңызды интервал ол PQ интервалы. Осыны жаттап алыңыздар. PQ интервалы қай жерден бастайды? Ол п-ның бастайтын жері, сосын Q-дің бастайтын жеріне дейін. Міне, Q-дің бастайтын жері міне. Мынау Q міне. Мынау Q, Q-ді араластырмаймыз, Q-дің бастайтын жеріне дейін. Санаймыз. 1, 2, 3, 3 клетка маленький, сосын мына жерде 4 клетка. 1, 2, 3, 4. Сонымен 3, 4, 4-ті қосам 3-ке 7 клетка. 7-ні көбейтем, 1 клетка бізде 20 деп айттық қой. 7-ге 20-ға көбейтем, сол кезде тең 140 мм секунд. 140-ты айналдырсақ секундқа 0,14 секунд. Нормада PQ естеріңізде болсын. 0,12 мен 0,2 секундтың арасында болу керек. 0,12, 0,2 секундтың арасында болу керек. 140 миллисекундты секундқа айналдырсақ 0,14 дедік қой. Яғни 0,14 мына шекараның ішінде жатыр. Яғни сондықтан бұл норма. Хорошо, түсінікті ма? 0,14 мынаның ішіне кіріп кетеді ғой арасына. Потому что 0,12 мен 0,2-ның арасында болу керек. Сондықтан мына жерде PQ нормада деп айтасыздар. 50-ге түсіргендіктен мен кейде санап отырмаймын бұларды. Мен былай көзбен айта қоям. Көзбен PQ интервалы 2 үлкен клеткадан аспау керек. Мына 2 үлкен клетка бар ғой, де? Содан аспау керек. Мына жерде асып тұрған жоқ. Мынандай болып отқан жоқ. П мына жақта изолиния PQ интервалы бүйтіп жатса, онда уже айтуға болады АВА блок туралы. Бірақ 2 клеткадан асып тұрған жоқ. Міне 2 клетка, міне 1 клетка, міне 2 клетка. Хорошо? Осыдан асып тұрған жоқ. Так, п-ны санап үйрендік. PQ интервалын санап үйрендік. PQ сегменті міне мынау ғой. П-ның аяқталған жері, Q-дің бастайтын жері. Бұл қатты маңызды емес. PQ сегменті интервал маңызды. Келесі маңызды ол QRS санап үйрену керек. QRS-ті Q-дің бастайтын жерінен S-тің аяқталатын жеріне дейін. Міне Q-дің бастайтын жері приблизительно S міне мына жерден аяқталады деп айтасыздар. Міне санайық. Міне 1 клетка маленький, 2 клетка маленький, 3, 4. Так, 4. Ну, вроде, так, мен қатты сол жерден да негізі. S міне мына жерден ғой, мына жерден. Егер S болмаса, S қатты көрінбей тұр ғой, міне, бүйтіп тұру керек қой негізі S. S болмаса, R-дің аяқталған жерінен ұрып жіберіңіздер, дұрыс болады. Қателеспейсіздер, міне. Так, енді санайық, міне 1, міне 2, міне 3, міне 4. 4-ті көбейтемін 20-ға, потому что бір маленький клетка ол 20 миллисекунд, 80. Нормада QRS тоже 120-дан аспау керек. Все. 120-дан аспау керек. 120-дан асса егер, онда уже QRS расширенный деп айтамыз. Так, интервалдарды санап үйрендіңіздер. Келесі ол маңызды нәрсе, ол бізде PQ, S-ті сегменті, міне S-ті сегменті, S болмаса осылай қарай бересіздер. S-ті сегменті изолинияда болу керек. Келесі ол QT деген бар, QT интервалы бар, Q-ның бастайтын жері, T-ның аяқталатын жері. Бұл QT интервалының маңыздылығы бұл электролиттік бұзылыстарда широкий болып кетеді. Бұның арасы 0,35, 0,46 секунд. Хорошо? Санайсыздар 350, 460 миллисекундтан аспау керек. Хорошо? Ну, давайте бірге санайық. Қараңыздар. Тақта 1, тақта 2 клетка маленький. 3, 4, 5 қой. 7, 8, 9, 10, 11, 12, тағы да 5-ен қос. 12, 17. 17-ні 2-ге көбейт. Айтам. 17-ні 2-ге көбейтсек, 7 кім? 14, бір ойда 3, 44. 440 миллисекунд. Потому что 17 шықты ғой. 17-ні тұрдым да көбейттім 20-ға. Потому что бір маленький клетка 20 деп айттым уже. Сол кезде бізде 440 шықты. 440 ол норманың ішінде. Осылай есептейсіздер. Барлығын есептеп үйреттім. Осыны есептеп үйрене беріңіздер. Тез айтқан болсам артқа қойыңыздар. Хорошо? Так, мына жерде түсінікті деп ойлаймын барлығы. Енді келесі бізде ЧСС санап үйренейік. Хорошо?
күте тұрыңыздар, бұл 50-ге түсірілген кездегі интервал ғой. Енді 25-ке түсірілген болса, сәл өзгеше болады. Давайте 25-те түсініп алайық. Мынау да 50-ге түсірілген, міне жазылып тұр. Скорость 50 деп тұр. Мына интервал ғой, мана айтып тұрған, міне p дегеніміз 0,12 секундтан аспау керек, pq дегеніміз 0,12 секундтың арасында, qrs 0,12 секундтан аспау керек. Осы интервалдарды жаттап алыңыздар. Так, 25-ке түсірілген экг-ны көрсетейінші сіздерге, көздеріңіз үйренсін. Мына экг бізде 25-ке түсірілген. Кешірім сұрайын. Ұйқым кетті ма? Так, міне мынау 25-ке түсірген, міне жазылып тұр мына жерде. Міне 25 деп тұр. 25 миллисекунд. Бұл жерде уже интервал басқаша болады, естеріңізде болсын. Мына жерде бір большой клетка 200 миллисекунд болып есептеледі, бір маленький клетка 40 миллисекунд болып есептеледі. Енді мынау уже кішкентайлау болады, көрдіңіздер ме? Уже 25 более узкий болады да. Мана P деген үлкен большой клеткадан аспау керек еді ғой. Енді қайтама бір үлкен клетканың жартысынан аспау керек. Мысалға санайық көрейік. P-ны санайықшы сіздерге. Міне P мынаяқтан басталады, мынаяқтан аяқталады. 1, 2 маленький клетка. 2-ні көбейтем 40-қа, потому что бір маленький клетка 25-ке түсірген болса 40-қа тең. 2 4 80, яғни 80 миллисекунд. Тоже норма. Потому что 120-дан аспау керек. Интервалдардың нормасы бар ғой, манағы, ол 25 болса да, 50 болса да, сол бір норма бола береді. Сол жер жақсы да. Ал бірақ мына әрбір клетканың саны бойынша есептегенде скорость бойынша бөлінеді. Бұл 25-ке түсірген. Мына жер бір үлкен клетка бізде 100 миллисекунд, бір кішкентай клетка ол бізде 40 миллисекунд. Хорошо? Ойбай, бір үлкен клетка 200 миллисекунд, бір кішкентай клетка 40 миллисекунд. Келесі біз мынандай нәрсені қараймыз. Ширинасынан басқа биіктігін санаймыз. R-дің биіктігін санаймыз, P-ның биіктігін санаймыз, T-ның биіктігін санаймыз. Былай санаймыз, қараңыздар. Просто мына изолиния бар ғой, содан жоғары қарай санаймыз. Міне. Мысалы, R-дің биіктігін санайық. Мына изолиния. Міне, бір маленький клетка, 2 маленький клетка, 3 маленький клетка, 4, 5, 6, 7. 7 маленький клетка деп айтсақ болады, немесе 7 миллиметр деп айтамыз. Хорошо? R-дің биіктігі десе 7 миллиметр. T-ның биіктігі, міне, мына изолиния болса, міне, мына жер изолиния. 1, 2, 3, 4. Яғни 4 маленький клетка, немесе 4 миллиметр. P-нікі даже 1 деп ала қояқшы да, 1-ге тең. 1 миллиметр. Міне осылай. Интервалдардың саны өзгереді, скоростқа байланысты, сондықтан мынаны жаттап алыңыздар жаңа. Сіздерге барлығы түсінікті деп ойлаймын. Енді ЧСС пен EOS-ты анықтап үйренейік. ЧСС анықтау вообще оңай. Түсіндірем. Егер 50-ге түсірілген болса, R аралығын санап аламыз. Міне. Так, міне. R аралығын санаймыз. Бұл 50-ге түсірілген. Міне R-дің пикін аламыз и санаймыз. Неше үлкен клетка бар арасында? Міне, бір үлкен клетка, міне 2 үлкен клетка, міне 3 үлкен клетка, міне 4, міне 5, міне 6 үлкен клетка, міне 7. Мына жақта жартысында тұр ғой бөлініп, сондықтан 7,5 деп аламыз. 7,5-ды мынау 50-ге түсірілген, сондықтан 600-ге бөлеміз, естеріңізде болсын. 600-ді бөлем 7,5-ға. 600-ді 7,5-ға бөлсек, где-то 80 шығады. Міне жазылып тұрған как раз 80 деп тұр. Нормада 60 пен 100-дің арасында болу керек, хорошо? Яғни мына жерде ЧСС нормально. Енді кеттік ал. Енді егер 25-ке түсірген болса, уже басқаша болады. Уже 300-ге бөлеміз. Мана 600-ге бөлдік қой. Енді қараңыздар. R аралығын санаймыз. Міне R. Так, бір үлкен клетка, 2 үлкен клетка, 3 үлкен клетка. 3-2 деп алайық да. Так, 300-ді бөлем 3-2-ге. Где-то 300-ді 3-ке бөлсең 100. Мына жерде 96 ма сондай шығып тұр. Тоже норма, хорошо? 100-ге дейін норма, 96 ЧСС мына жерде. Естеріңізде болсын, бірінші отведениені қараймыз R аралығын. Міне, мына жерден де санауға болады. Міне. Мына жерде пауза қойып, өзіңіздер санаңыздар, өздеріңіз. Міне. R-дің биіктігі енді санаңыздар, сосын
елуге түсірілген болса нешеге бөлеміз дедім жаңа? 600-ге бөлеміз. 600-ге бөліңіздер. Сол кезде шығады. Келесі эос анықтап үйренейік. Давайте эос анықтап үйренейік. Тоже оңай. Мен ең оңай методты үйретемін. Бұл квадраттық метод, естеріңізде болсын. эос анықтауда квадраттық метод ең тиімді метод. Қараңыздар. Квадраттық метод деген мынандай нәрсе. Ол үшін біз 1 мен АВФ-ке қараймыз. Екеуінде де QRS оң мәнді болу керек. QRS оң мәнді деген сөз, QRS-тің ішінде R преобладает сондай болса, R преобладает болса, R самый высокий болса, QRS-тің ішінде, онда ол оң мәнді. Міне мына жерде оң мәнді, потому что R высокий, мына жерде де оң мәнді, R высокий. Онда мына жерде EOS норма деп айтамыз. Хорошо? Бірде оң мәнді QRS, АВФ-те оң мәнді QRS болса, міне, онда бұл бізде EOS норма деп айтамыз. Енді EOS-тың ауысатын түрлерін көрейік. EOS-тың бұзылыстарын қараңыздар. Мына жерде бұзылысы бар EOS-тың. Бірде оң мәнді QRS, міне, потому что R высокий. АВФ-те уже теріс мәнді QRS, потому что S преобладает. Хорошо? S самый высокий. Сондықтан айтамыз. Бірде оң мәнді QRS, АВФ-та теріс мәнді QRS, сондықтан EOS влево, жаттап алыңыздар. EOS влево болады мына жерде. Яғни бірде оң мәнді көрсек, АВФ-та теріс мәнді көрсек, онда EOS влево. Енді қараңыздар. Қандай кезде EOS право? Просто осының керісіншесі. Түсінікті ма? Бірде егер мынандай S көрсеңіз, где преобладает QRS-те S, типа мына төменге қарап тұрса, ал АВФ-та қайтама былай мынандай болып тұрса, это уже EOS право. Керісінше да? Ондай кезде EOS правода бірде теріс мәнді көреміз, АВФ-та оң мәнді көреміз. Түсінікті деп ойлаймын, жерлер. EOS право деп айтамыз. Қандай кезде EOS право, қандай кезде EOS лево? Неге маңызды? EOS бізде нормада оң жақ жүрекшеден сол жақ қарыншаға осылай тұрады. EOS дегеніміз бұл жалпы импульстің общий векторы, ол қай жерге барады? Жалпы импульстің векторы қай жерге барады? Ол оң жақ жүрекшеден бүкіл жерді жиылдырып сол жақ қарыншаға барады нормада. Хорошо? EOS влево деген сөз былай қарай кетті деген сөз ғой. Влево қарай кетеді, былай. Бірден жоғары қарай. Влево. EOS влево көбінесе қандай жағдайларға подозревать етеміз? Мысалы, гипертрофия левой желудочки, левой отделение, левой отделдары гипертрофия болса, EOS солға қарай кетеді. Потому что левой отделдар үлкейсе, ол жаққа уже импульс көп керек, ол аяқты жиылдыру үшін. Хорошо? Немесе блокадалар да болады. Хорошо? EOS право, уже EOS оңға қарай кетті. Яғни оң жақта какой-то гипертрофия болып жатыр. Оң жақтарға көп импульс керек. Так, EOS-ты түсіндірдім деп ойлаймын. Тағы бір күшті методы бар, EOS-ты қараңыздар. Мен бүйтем. Мысалға бүйтем. Манаға затты жаттап алдым уже мен. Сіздерден жаттап алыңыздар, сол кезде оңай болады. Мына жерде бір тұр, міне, так, төменде тұр, соған бір алайыншы. Мына жерде бүйтем. Самый высокий R қайсысы міне? Осы алтауының арасында. Самый высокий R 2-де міне. 2-де самый высокий R болса, импульс 2-ге қарай жүгіреді. Міне 2 тұр міне. 2 тұр міне. Импульс міне наған қарай жүгірді. Осылай істеп алам бірінші. Ортадан былай сызып алам. Нүкте. 2-ге қарай жүгірді. Енді самый терең S қайсысы? Содан қашады. Міне 2 самый R высокий. Самый теріс S міне АВР-да, самый отрицательный. Сондықтан одан қашады. Тоже міне қарай қашып тұр міне. Мынадан қашып тұр ғой АВР-дан. Былай қарай қашады. Так, изоэлектрический бар ма? Когда S-та, S пен R тең. Жоқ, ондай зат жоқ мына жерде. Одан кейін высокий R қайсында? 2-де, сосын 1-де АВФ-та. Сосын высокий R 1-де АВФ-та. Яғни 1-ге қарай жүгіреді импульс, сосын АВФ-ке қарай жүгіреді. Енді қараңыздар, 4 жаққа қарай жүгіреді. Просто суммарный вектор мына жерге тең деген сөз ғой. Ортасын ала қоямыз. Міне болды. EOS мына жерде норма. EOS 30 бен 60 градуста норма. Немесе EOS мына 1 мен АВФ-тан аспау керек. Осы жерлерде болу керек. Хорошо? EOS түсінікті деп ойлаймын. Манағын жаттап алыңыздар.
типа бір оң мәнді, АВФ теріс мәнді болса, ол бізде EOS влево, андай кезде EOS вправо. Сұрақтарыңыз болса, бүгінгі сабақ аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, маған жекеме шығыңыздар. Ертең екінші сабақта уже патологияны өтеміз. Осыны жаттаңыздар, осы видеоны қайталап қараңыздар. Келесі нәрсе, тағы бір нәрсе айтып жіберейін. Бізде п шешесі оң болу керек, естеріңізде болсын. П шешесі оң болу керек всегда. Ол бізде 1-де, 2-де, АВФ-та оң болу керек всегда. Хорошо? Міне оң болып тұр, міне оң болып тұр, ең оң болып тұр АВФ-та. Ал кеуделік отведениеда В2-де, В6-да, хорошо? П оң болады. Жазып алдық па? П оң болады 1-де, АВФ-та, 2-де, В2, В6 арасында оң болады. 3-де, АВР-да, В1-де, L-да өзгере береді. П деген. П двухфазный болады, или ол жерде теріс болады, түсінікті ма? Главный оң қай жерде, оң мәнді қай жерде, соны білу керек. Оң мәнді деген сөз изолиниядан жоғары кетті деген сөз ғой. Міне жоғары кетіп тұр. Міне 1-де оң мәнді, міне 2-де оң мәнді, міне АВФ-та оң мәнді. Хорошо? Мен айтқандарым келіп тұр. Т-шкада сондай. Т-шкада дәл П-ның қасына жазып қойыңыздар. Т-шкада сондай. П қай жерде оң мәнді, Т-шкада сондай оң мәнді. Екеуі бірдей, бірге жүреді. Мына жерде оң мәнді П болса, мына жерде тоже оң мәнді Т болады. Так, тағы қандай заңдылық бар айтып жіберейін. Но пока осы бүгінше осы жетеді. Сұрақтарыңыз болса шығып айта беріңіздер.